Сәлем досым, сіздермен бірге қарапайым мастер каналы. Бүгінгі видеода не жасайтынымызды өздеріңізде түсінген шығарсыздар. Әлемдегі ең кішкентай пушка, қазақша айтқанда зеңбірек. Бұл затты жасауға бізге керекті заттардың барлығы осы, және бұларды мен өзімнің мастерскойымнан тауып алдым. Нақты дәл осындай болуының қажет жоқ, осыған ұқсатып жасауға да болады. Біріншіден алюмин труба, оның ұзындығын шамамен 7 см қылып кесіп алдым. Менің осы сөзімді естігенде кез келген адамның миына бір сұрақ келеді. Бұндай трубаны қайдан табуға болады? Бұл трубаны қайдан алғанымды айтайын, яғни ескі телевизордың антеннасының бөлшегі десем де болады. Осыны қолдансаңыздар болады, оны көп жерден таба аласыздар деген ойдамын. Болмаса, міндетті түрде бұндай труба емес, осыған ұқсасы темірлер де болады, тек металл болу керек. Енді біз бұның бір бетін бітеуіміз керек, ол үшін мен дәл осындай ағашты кигізіп, және артық жерін кесіп алып тастадым. Бұл бөлшек зеңбірегіміздің артқы бөлшегі болады, сондықтан артқы бөлшегін бітеуіміз керек. Сол үшін осы ағашты жақсылап кигізіп, артынан супер желімдеп тастаймыз. Бұл жерден ауа да күште өтпеу керек. Бұл зеңбірек атылатын болғандықтан оны жағатын жері керек. Сол үшін мен осындай бор машинкамен трубаның артқы тұсын, яғни жаңағы бітеген ағаштың алдыңғы тұсын дәл осы бор машинкамен тесетін боламын. Сіздер де кез келген бұрғымен тесеңіздер болады. Тек бұл тесікті үлкейтіп жібермеңіздер. Бір сіріңке сиятындай ғана болса жетеді. Зеңбірегіміздің басы дайын, енді біз оның корпусын, яғни қабырғасын жасауымыз керек. Ол үшін дәл осындай 4 бұрышты ағаш тауып алдым. Екеуін біріктіреміз, дәл видеодағыдай. Сіздер де өз фантазияларыңызбен кез келген сияқты қылып жасай берсеңіздер болады. Достар, егер де менің контентім, яғни видеоларым ұнап жатса, арнаға тіркеліп, мені барынша қолдап кетіңіздер. Арнаға жазылушылар санын көбейтейік. Алдын ала рахмет. Және де қайтадан зеңбірекке оралатын болсақ, бізге осындай алюмин материал керек болады. Өте жұқа, бірақ металға жатады. Сондықтан да біз осылай түзу қылып кесіп аламыз, және осы трубамызды домалатып, жартысына киілетіндей қылып жасап аламыз. Дәл видеодағыдай. Бұл біздің креплениеміз болады, яғни пушкамыздың басын осы арқылы ағашқа бекітетін боламыз. Достар, егер де сіздерге менің темам қызық болатын болса, маған идея айтсаңыздар болады. Комментарийға өз ойларыңызды не жасағанды қалайсыздар барлығын жаза беріңіздер. Ал мен оның ішіндегі ең керемет идеяны таңдап алып, біреуін жасайтын боламын. Және де сол идеяны айтқан адамды YouTube арнамда көрсететін боламын. Сәттілік, достар. Қайттан оралайық. Міне, фигурамызды бір-біріне біріктіреміз. Дәл осындай екі бұранды арқылы бір-біріне біріктіріп, жай ғана бос қойып тұрып, осы трубамызды киідіріп, оның үстінен отверткамен бұраймыз. Сол кезде бізде осындай конструкция пайда болады. Зеңбірегіміз кішкене әдемі және шынайы көріну үшін оған дөңгелектер жасауымыз керек. Мен осындай екі ағаш дөңгелек тауып алдым, бірақ бұл біздің зеңбірегімізге тіптен үлкен болады екен. Сондықтан да мен тағы коробкаларды ақтарып отырып, осындай ойыншықтан алынған екі дөңгелекті тауып алдым. Дәл осы дөңгелекті зеңбірекке орнататын боламыз. Орнатылу жолын өздеріңіз де түсінген боларсыздар. Дәл осындай тесік жасап алдым, яғни дөңгелектің өзінің темір арқылы осы тесіктен өткізгенде бізде әдемі кішігірім дамыған конструкция шықты. Бірақ бізге бір нәрсе жетіспейді. Осы зеңбіректің артында тұратын зат. Жаңағыда айтқандай өз фантазияларыңызға байланысты кез келген зат қойсаңыздар болады. Мен мысалы коробкалардың ішінен осындай түсінбейтін зат тауып алдым. Бұл түймеге қатысты бір нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан да бұл затты мен зеңбіректің артына қойдым. Бір жағынан салмақ, екінші жағынан зеңбіректің басын, яғни әртүрлі градуста қойсақ болады. Бұл атылған кезде өте керекті нәрсе болады. Менің ойым жүзеге асты деп ойлаймын. Достым, бір нәрсе ұмытып кетпедім бе? Арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайкты басып және комментарий жазып кет. Ал достар, біздің зеңбірегіміз ату үшін оған порох немесе сондай ататын, жанатын нәрсе керек. Оған біз ешқандай да порох қолданбаймыз, сондықтан да кәдімгі қарапайым барлық үйде бар сіріңкенің басын
мыжып жанатын тұсын алуымыз керек. Шамамен 3 дана қурабын майдаласаңыздар, сол жеткілікті. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Так, мынау былайша көрінісі жаман емес. Кішкентай ғана болғаным болмаса, былайша шынайы көрінеді. Бұл осындай кішкентайлықпен қандай күшпен атады екен. Ол бәрімізге қызық болып тұр. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарайық. Және де міндетті түрде мен әр жасаған затыма өзімнің белгімді және де каналымның атын жазып кететін боламын. Ол мен үшін өте маңызды. Ал достар, біздің әлемдегі ең кішкентай пушкамыз дайын десек те болады. Енді бұны тек қана тексеру ғана қалды. Сіздерге ескере кететін соңғы нәрсе ол бұл пушкамызды қалай жағамыз. Оны да кәдімгі сіреңкемен жағатын боламыз. Дәл видеодағыдай төңкеріп, сіреңкенің басын жартылай ғана киізіп қоятын боламыз. Сол кезде төбесін жаққан кезде астыда жанатын болады. Енді жаңағы дайындап алған поркымызды осы зеңбірекке салатын боламыз. Және де оны кез келген затпен, яғни осы құбырдың басына келетін затпен нығыздап жіберуіміз керек. Ол жақсы атылу үшін өте маңызды. Ал достар, бізде көптен күткен сәт. Енді осындай қағаз дайындап алып, зеңбірегіміздің басына салып жіберуіміз керек. Себебі осы қағазды атала ма немесе атамай ма, бұл бізге өте қызықты болады. Сондықтан да ең соңғы шақ, ең соңғы шақ, оны тексеру. Достар, байқағандарыңыздай бірінші мүмкіндік ойдағылай шықпады, себебі күштің барлығы артқы жағынан шықты. Ол видеода анық көрінген. Gotta work, never tell, keep your